Каналыма қош келдіңіз. Ресторандағыдай сырники жасап үйренгіңіз келсе, видеоны соңына дейін қараңыз. Бізге керегі сүзбе, жұмыртқа, ұнтақ жармасы және қант. Дәміне қарай ванилин. Жақсылап араластырамыз. Үстелдің үстіне ұн сеуіп, массамыздың жартысын аламыз. Оны тығыздап жинап, шұжық тәріздес пішінге келтіреміз. Бірнеше бөліктерге бөлеміз. Шамамен 1-2 см қылып кесеміз. Енді видеода көрсетілгендей етіп, сырникиді пішінге келтіреміз. Кез келген стакан және пышақ қолдануға да болады. Қызып тұрған табамызға май қосып, екі жағынан қызарғанша қуырамыз. Егер сіздерге ұнаған болса, лайк басуды және комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Каналыма тіркеліп, менің басқа да видеоларымды қарап көріңіз.